Selam dostlar. Менің атым Мари. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл менің 4-ші видеоролигім. 1-ші, 2-ші, 3-ші видеороликті көргілерің келсе, астыдағы сілтеме арқылы өте аласыз. Бүгін біз Python'ның шартты есептерін шығарамыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Ең алдымен есепке қарасақ, бұның шарты осылай. Клавиатурадан енгізілген ай нөміріне сәйкес жыл мезгілін анықтайтын программа құрыңыз. Біздің Python программасын ашамыз. Жаңа файлды ашамыз. Бұл жерге n айнымалысын енгіземіз. Жақшаның ішіне ай нөмірін енгізіңіз деп жазамыз. Айдың нөмірін білу үшін шарт қоямыз. Егер n 1 немесе 2 немесе 12-ге тең болса, қыс айы деп шығарамыз. Әйтпесе, n 3-тен үлкен, 3-ке тең болса, және n 5-тен кіші немесе 5-ке тең болса, көктем айы деп шығарамыз. Әйтпесе, n 6-дан үлкен немесе 6-ға тең болса, және n 8-ден кіші немесе 8-ге тең болса, жаз айы деп шығарамыз. Әйтпесе, n 9-дан үлкен немесе 9-ға тең болса, және n 11-ден кіші 11-ге тең болса, күз айы деп шығарамыз. Бір мен 12 аралығының санынан басқа сан енгізілсе, бір мен 12 аралығында сан енгізіңіз деп шығарамыз. Сақтауды ұмытпаймыз.
ран батырмасын басамыз. Бұл жерге біз ай нөмірін енгіземіз. Мысалы, 5. Көктем. Көктем 5-ші ай болған соң бізге көктем деп шығарып тұр. Біздің программамыз жұмыс жасап тұр. Бұл видеоны қарағандарына рахмет. Сау болыңыздар.